5 миллион адам 2,5 минут ішінде кенеттен есінен танып қалады. Ал оянған кезде әлем қазірдің өзінде өзгерді. Әрбір адам айналасында болып жатқан таңғаларлық зардаптарға тап болып, адамзатты белгісіздік пен қорқынышқа батырады. Ер адам есін жиып, аударылған көліктің ішінде қалып қойғанын түсінеді. Сыртқа шыққаннан кейін жан-жағына үрейлене қарап, сансыз жараланғандарды көреді. Барлық жерде дүрбелең бар. Түтін, айқай, қираған ғимараттар, қираған көліктер. Шарасыздықтан ол Дмитрийді шақырады. 4 сағат бұрын бұл адам әйелі Оливияның қасында оянды. Қызымен таңғы ас ішіп болған соң, ол жұмысқа бара жатыр екен. Кетіп бара жатып, тазалаушы Гекторды кездестіреді. Олар бір-біріне бірнеше сөз айтады. Осы кезде көлік келеді. Бұл оның қызының күтушісі Никол. Ол одан сол күні тағы бірнеше сағат тұруын сұрайды. Өйткені Оливия түнгі ауысымда жұмыс істейді. Осы уақытта Оливия өзінің әріптесі, аты Барс Блейд деп, қате аударылған доктор Брайс Варлиге хабарласуға тырысады. Бірақ ол жауап бермейді. Бұл кезде Брайс пирсте тұрып, серфингшілерге қарап тұр. Бір сәттен кейін ол револьверін рюкзактарынан суырып алады. Қаланың басқа бөлігінде маскүнемдердің анонимді жиналысында ер адам қайтыс болған қызының оқиғасын айтып жатыр. Ол теңіз жаяу әскері болған және Ауғанстанда қаза тапқан. Оның салмағы 118 фунт болды. Бірақ ол оның сүйектерінің 37 фунтын ғана алды. Бұл жоғалту оны қатты күйзелтті және ол ішімдіктен құтылуды іздеді. Үйде Чарлидің ата-анасының жоқтығын пайдаланып, Никол жігітін қонаққа шақырады. Ол қыз оларды ұстап алады деп қорқады. Бірақ бұл оның оған жақын болуына кедергі болмайды. Осы уақытта ер адам мен оның серіктесі әйелді бақылап отыр. Бақылаулар арасында оның серіктесі өзінің қалыңдығы Зои туралы және оның таңдаған әніне алғашқы үйлену биін билеу қаншалықты ыңғайсыз болатыны туралы әңгімелейді. Өмір жалғасуда. Клубтан келген ер адам тірек құрылымына көтерілуге дайындалып жатыр. Ал Оливия ауруханада ота жасатуға дайындалып жатыр және медбикемен сөйлесіп жатыр. Оның балалары, агенттер бақылауды жалғастыруда. Олар екі серігі бар белгісіз әйелдің қара жол талғамайтын көлікке мініп, кетіп бара жатқанын көреді. Олар ол туралы ақпаратты радио арқылы таратады және оның соңынан ереді. Бірақ ол қуып бара жатқанын байқайды. Агенттердің оны қуудан басқа амалы жоқ. Осы кезде Брайс өз-өзіне қол жұмсамақшы. Никол қазір жігітімен бірге. Оливия операция үстелінде жатыр. Содан кейін бірдеңе болады. Бұл адам бір түрлі көріністі көреді. Қазір оның кеңсесінде түн болды. Оның артында аты жөні, координаттары және фотосуреттері бар үлкен тақта бар. Кейбір сөздер ортақ фоннан ерекшеленеді. Бұл Мозаика мен Гиббонс. Ол қолбасынан бір жұтым алып, қағазға бір түрлі жазбаны сызып тастайды. Кенет қызыл лазерлік көріністер пайда болады. Бетперде киген адамдар келе жатыр. Келесі сәтте ол төңкерілген көлікте оянады. Ол қайтадан оянғанда бейберекетсіздікке ұшыраған қаланы, жанып жатқан ғимараттарды, мәйіттер мен қираған көліктерге толы көшелерді көреді. Ешқашан мылтық атпаған Брайс пирсте жатыр. Оливия операцияның ортасында есін жиды. Өйткені ол операция кезінде есінен танып қалды. Никол, электрик және басқа адамдар жарықтың кенеттен өшіп қалғанына таң қалып, қай жерде болса да оянады. Көшеде серіктесін іздеп жүрген агент адамдарды тыныштандыруға тырысады. Бірақ бұл пайдасыз. Қорқыныш бәрін басып алды. Көлікте отырып, апаттың қаланы шарпығанын көреді. Кенет Дмитрий оның тірі екенін айтты. Перісте тұрған Брайс не болғанын түсінуге тырысады. Кенет ол көмекке шақырған дауысты естиді. Есінен танып қалған кезде көптеген адамдар суда болған. Еш ойланбастан оларды құтқару үшін жүгіреді. Сонымен бірге Никол қыздың жақсы екеніне көз жеткізу үшін Чарлиге жүгіреді. Бәрі жақсы. Күтушісін көрген бойжеткен, шошып кеткен дауыспен оған өзінің арманын, бұдан былай бақытты күндер болмайтын, қорқынышты түс туралы айтып береді. Бұл арада агенттер зардап шеккендерге көмектесіп, олардың отбасыларымен байланысуға тырысуда. Кенеттен олар соңынан ерген қылмыскерді таниды. Ол тірі. Олар оны сыбайластарымен лаңкестік әрекетті жоспарлаған кезде болған оқиғаға қатысы бар деп күдіктеніп, оны дереу тұтқындады. Мұны естіген жұрт одан бетер үрейленеді. Бұл адам көмек келе жатыр деп уәде беріп, барлығын тыныштандыруға тырысады. Бірақ кездейсоқ өтіп бара жатқан адам оның сөзін бөледі. Ол жаңа ғана радиодан әр штатта есінен танып қалғанын естіді. Олардың көшеде көп нәрсе істей алмайтынын түсінген Дмитрий серіктесінің ауруханаға әйеліне баруын талап етеді. Ер адам
Оливияға қарай бет алып, қаланы аралап жүріп, барлық жерде қирауды көреді. Қанға боялған адамдар, өлі денелер және бір қызығы, шығу тегі белгісіз алыста секіріп бара жатқан кенгуру. Дүкенде теледидар қосулы. Агент жаңалықтарды көргенде, ол бүкіл әлемде электр қуатының өшіп қалғанын түсінеді. Оның телефоны шырылдады. Оливия ақыры сөйлесе алады. Ол операция кезінде есінен танып қалғанын және науқасының аман қалмағанын түсіндіреді. Әңгімені жаңа науқас, көлік қағып кеткен 8 жасар бала тоқтатады. Оны тексеріп жатқанда, Оливия операция бөлмесін дайындауға асығады және баланың қандайда бір жолмен оның атын білетінін түсінеді. ФБР бейберекетсіздікке ұшырады. Агенттер жауап іздеп жатыр. Бірақ расталған жалғыз факт. Бұл бүкіл әлемде бір уақытта орын алып, тура 2 минут 17 секундқа созылды. Олар ядролық немесе химиялық шабуыл жасау мүмкіндігін жоққа шығарды. НАСА күннің жарқырауы мен гамма сәулеленуін зерттеп жатыр. Бірақ әлі расталған теориялар жоқ. Операция бөлмесінде Оливия баланың өмірін сақтап қалу үшін күресіп жатыр. Қарбалас кезеңнен кейін ол оның жағдайын сәтті тұрақтандырады. Жиналыс өтіп жатыр. Есептер жаппай құрбан болғандар туралы хабарлайды. Тек Америка құрама штаттарында 877 коммерциялық ұшақ жойылды. Бастығын тыңдап отырғанда, бұл адам өзінің көзқарасын есіне алады. Кенеттен ол болашақты армандағанын емес, көргенін түсінеді. Бұл туралы айта отырып, ол бәрінің де осындай жағдайды бастан өткергенін және барлығының аяндары бір күнде болғанын біледі. 2010 жылдың 29 сәуірі. Әркімнің санасы 6 ай бойы болашаққа ауысып, сол күні қонған сияқты. Сәл кейінірек Дмитрий терроризмге күдіктіні ФБР-ге апарып, басты кейіпкер Марк Бенфордпен танысады. Олардың әңгімесін басқа агент үзіп тастайды. Ол барлығының бір күнді шынымен көрген-көрмегенін тексеру идеясын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы, ол 30 сәуірде аман қалды, бірақ таңғы сағат 6-да және ол Лондонда, ақш-қа қарағанда 8 сағат бұрын Фиона Бенкспен кездесуде болды. Ол оны өз көзқарасында көрді ме деген сұрақ туындады. Уақытты босқа өткізбей, агенттер онымен байланысуға бел буды. Оларды таң қалдырғаны, ол бәрін растады. Ол өзінің көзқарасында агентті көрді. Бұл арада жаңалықтар сарапшылары таңғаларлық олжа туралы хабарлауда. Электр қуатының үзілуі кезінде көптеген адамдар магнитті резонансты бейнелеуден өтті және сканерлеу олардың миының осы уақыт бойы белсенді болғанын көрсетті. Сарапшылардың пікірінше, әр адам өз болашағын өз көзімен көрген. Марк жаңалықтарды қарап отырып, мозаика деп аталатын істі тергеп жатқанын есіне алды. Ол бірнеше фотосуреттер мен үлкен кеңестер тақтасын көргенін түсіндірді. Қалғандары да көргендерімен бөлісуді жөн көрді. Дженнис жүктіліктің 17-ші аптасында болды және ультрадыбыстық зерттеуден өтті. Оның жетекшісі кездесулердің бірінде спорт күнделігін көргенін айтты. Әріптестерін тыңдап отырып, Дмитрий ренжіді. Басқалардан айырмашылығы, ол ештеңе көрмеді. Біраз ойланғаннан кейін, ол агенттерге талдау жасау үшін адамдар өз оқиғаларымен бөлісе алатын веб-сайт құруды ұсынады. Марк бұл идеяның өзінің көзқарасының бір бөлігі екенін түсінеді. Сонымен қатар апаттың себебін ашуға жақын екенін сезінеді. Өз командасының пікірін тыңдағаннан кейін, Ведек Марк, Дмитрий және Дженниске бұл мәселені шешуді тапсырады. Кеңседе Марк көргендерінің бәрін есте сақтауға және оны тақтада қайталауға тырысады. Бірақ оның есінде өте аз. Істің аты Д. Гиббонс. Міне, жанып кеткен қуыршақтың суреті. Оның жанында оқтың жеңі бар. Көк қол деген тіркес, шабуылдаушылардың бірінің денесінде 3 жұлдызды татуировкасы, өз білегіндегі білезік және оның қайтадан іше бастағаны. Жазбалардан кейін Дмитрий көру қабілетінің жоқтығы оның жақын арада өлетінін білдіретінін мойындады. Алайда Марк оның көңілін көтеру үшін әзілдейді. Ауруханада Оливия Брайстан баланың анасының қайтыс болғанын біледі. Олар әкесінің атын және оның жұмыс орнын біледі, бірақ оны таба алмады. Брайс есімді адаммен сөйлескенде, Оливия оның өз-өзіне қол жұмсамақ болғанын біледі. Бірақ электр қуатының үзілуі оның жолын кесті. Ол өзінің көзқарасында өзін тірідей көрді. Оны Құдайдың белгісі деп түсіндірді. Алайда Оливия мұны басқаша көреді. Оның көзқарасы оның некесінің аяқталғанын көрсетті. Үйге барар алдында Марк анонимді маскүнемдер қоғамындағы досымен кездеседі. Ол өзінің көзқарасы бойынша қайтадан ішуді бастағанын және егер ол қайталанса, Оливия оны тастап кететінін мойындайды. Оның досы қолдау көрсетіп, өз кезегінде өзінің көзқарасы бойынша қызын тірідей көргенін мойындайды. Бұл мүмкін емес болып көрінгенімен,
сот медициналық сараптама қалдықтардың оған тиесілі екенін растады. Енді ол оның әлі тірі екеніне және оны қайтара алатынына үміттенді. Сол түні үйде Марк кептеліп қалған және ашылмай тұрған гараж есігін жөндеп берді. Кейінірек ол әйелімен кездеседі және олар қызының ұйықтап жатқанын көру үшін бірге барады. Олар өз көріністерімен бөліседі. Марк оған бәрін айтып береді. Тек ол қайтадан іше бастады. Ол өз үйінде басқа еркекті көргенін және оған деген қатты сезімі бар екенін құлықсыз мойындайды. Ол оның кім екенін білмейді және онымен жеке таныс емес. Марк оны бұл армандардың орындалатынын білдірмейді деп сендіреді. Осы кезде Диланның әкесі Ллойд Симко ауруханаға келеді. Ол Оливияның көзқарасынан шыққан адам болып шығады. Онымен сөйлескенде, ол оны танымайтынын және көрмегенін түсінеді. Ол оны өз көзқарасымен көреді. Ол оған аутизммен ауыратын ұлы туралы айтып береді және онымен қалай байланысуға болатынын білмейтінін мойындайды. Бала уақытының көп бөлігін электр қуатының үзілуі кезінде қайтыс болған әйелімен өткізді. Ол қазір адасып, ұлына анасының қайтыс болғанын қалай айту керектігін білмейді. Одан әрі асқынуларды болдырмау үшін Оливия оны балаға жағдайды түсіндіре алатын басқа дәрігерге жібереді. ФБР кеңсесіне оралған соң Марк Дмитриймен кездеседі. Оның досы Марктың білегіндегі білезікті байқап, оны тақпауын өтінеді. Бұл оның көру мүмкіндігін арттыру мүмкін екенін ескертеді. Орындалады. Марк Дмитрийдің өлімнен қорқатынын түсініп, оны тыныштандыруға тырысады. Егер бұл шынымен болашақтың көрінісі болса, олардың оны өзгертуге мүмкіндігі болуы мүмкін. Марк Дмитрийден белгілі бір гиббонсқа қатысты ашқан жаңалықтары туралы сұрайды. Дмитрий дүние жүзінде 15 000 гиббон, ақш-та 4 000 гиббон бар және олардың 1 000-ға жуығы полиция мұрағатында бар деп жауап береді. Жергілікті полиция қызметкерлері олардың тұрғылықты жерін тексеріп жатыр. Бірақ бұл уақытты қажет етеді. Марк іздеудің бекер емес екеніне сенімді. Ол бұл есімді өзінің көзқарасынан көрді. Яғни бұл адам өте маңызды. Дженнис олар іздеп жүрген гиббондардың әйел екенін және олардың кеңсесіне келгенін айтқан кезде олардың әңгімесі үзілді. Агенттер оны кіруге шақырғаннан кейін оның есімі Дейдре Гиббонс екенін білді. Ол Анахаймда тұрады және наубайханасы бар. Ол ешқашан қамауға алынбағанын, тіпті дұрыс емес тұрақ үшін айыппұл төлегенін түсіндіреді. Ол өзінің көзқарасында біреумен телефон арқылы дауласып, белгісіз біреуден агент Дмитриймен сөйлесуді сұрағанын көрді. Ол мұның нені білдіретінін білмейді. Бірақ бұл көмектеседі деген үмітпен оларға айтуды шешті. Ол кеткеннен кейін агенттер естігендерін талқылайды. Дмитрий оған сенбейді және оны өтірік айтып жатыр деп ойлайды. Вадик бұған келіспейді және толық тексеруді бұйырады. Марк бастығынан көргендері туралы тағы бір рет сұрауға шешім қабылдады. Ер адам жиналыста болмағанын құлықсыз мойындайды. Ол дәретханада болды. Ең сорақысы, ол кабинада болған кезде ажырату орын алды. Ол есін жиып, сыртқа шыққанда, басқа агенттің дәретханаға батып бара жатқанын көрді. Оны шығарып, жасанды тыныс алуға тура келді. Шындықты мойындау қажеттілігіне ашуланған Ведик, егер ол біреуге айтса, Маркты жұмыстан шығарамын деп қорқытады. Оливия қызымен сөйлесіп жатқанда, ол өзінің көзқарасымен күйеуінің сөздерін есіне алып, Чарлиге Ллойдтың суретін көрсетуді шешеді. Бірақ қыз бұл адамды ешқашан көрмеген. Алайда, Оливияны таң қалдырғаны, ол Диланды танып, қатты ренжіді. Қызы бұл баланы түсінде көргенін түсіндіреді. Көп ұзамай Дженнис Д. Гиббонс туралы қосымша деректер тапқанын хабарлады. Дұрыс емес тұрақ үшін бірнеше айыппұлдан басқа, оның рекорды іс жүзінде мінсіз. Бір қызығы, сатып алулар оның көлігімен жасалған. Бір уақытта дерлік әртүрлі жерлерде. Бір сатып алу оның туған қаласында, екіншісі Юта штатында жасалды. Дмитрий біреу оның картасын клондап жатыр деп күдіктенеді және оның көзқарасы бойынша ол банкпен дауласып жатқан болуы мүмкін. Ол сондай ақ ол айтқан көгершін құс болмауы мүмкін екенін атап өтті. Дженнис бұл теорияны қолдайды. Юта штатында Пиллион деп аталатын шағын қала бар. Оливия бұл туралы Маркқа хабарлау үшін кеңсеге барады. Ол оған қызы таныған бала туралы және Диланның әкесі туралы, оның көзқарасы бойынша көрген адам туралы айтып береді. Марк болашақтың шынымен орындалатынына алаңдап, мазасызданып, ашуланады. Дмитрий автобус билетін клондалған карта арқылы Пиллионнан сатып алғанын жариялағанда, олардың әңгімесі үзілді. Оларға тікұшақтың дайын екенін және барлығы ұшуға дайын екенін айтады. Команда Ютаға барады. Оны шериф Киган қарсы алады. Ол оларға Гиббонс пайда болған жағдайда
автовокзалда бақылау орнатқанын айтады. Әңгіме барысында шерифтің де қараңғылық кезінде ештеңе көрмегені анықталды. Кеңседе Дженнис басқа агент Элге стадиондағы бейнежазбаны көрсетеді. Ол бейнежазбадағы адамның ер адам екенін анықтады. Бірақ оның бет әлпетін ажырату мүмкін емес. Ол наға олардың жүйелері кескін сапасын жақсартады деген үмітпен сұрау жіберді. Әл бұған күмәнмен қарайды. Ақпарат өте аз және қылмыскерді олар басқа, мүмкін одан да ауқымды әрекет жасамас бұрын табу керек. Ауруханада Ллойд ұлының жағдайына қатты алаңдаған және бәрі жақсы болатынына сенімді емес доктор Брайсқа жүгінеді. Дәрігер оны болашақты көргенін және бәрі жақсы болатынын білетінін түсіндіріп, оны тыныштандырады. Бұл уақытта агенттер автовокзалды бақылап отыр, бірақ Гиббонс ешқашан көрінбейді. Кетуге дайындалып жатқанда Марк өндірістік ғимаратты байқайды. Шериф оған бұл қараусыз қалған қуыршақ фабрикасы екенін айтады. Өзінің көзқарасы бойынша күйіп кеткен қуыршақты есіне алған Марк тергеуге бел буады. Ішінде агенттер ғимаратты мұқият тінтіп, екінші қабаттың терезесіндегі көлеңкені көреді. Баспалдақпен көтеріліп бара жатқанда Марк тұзақты іске қосады. Төбеде ілулі тұрған қуыршақтар қатты дауыстап ән айта бастайды. Олардың табылғанын түсінген агенттер сақтықтарын жоғалтып, бөлмеге басып кіреді. Олар бас тартқысы келмейтін адамның сұлбасын көреді. Ол қашып кетпек болған кезде барлық жабдықтарын жарып жібереді. Атыс басталып, шериф Киган қаза тапты. Кейінірек, сарапшылармен бірге фабриканы аралап жүргенде, Марк өзінің көзқарасынан күйіп кеткен қуыршақты тауып алады. Осы кезде Дмитрий оның қасына келіп, Гиббонстың да электр қуатының үзілу себебін зерттеп жатқанын айтады. Кеңсеге оралғаннан кейін Марк қуыршақтың суретін тақтасына салып, басқа мәліметтерді есте сақтауға тырысады. Ауруханада Симко мырза ақыры ұлына анасының қайтыс болғанын хабарлауды шешеді. Қайтыс болды. Оның таңғаларлығы, бала сабырлы түрде әрекет етеді. Содан кейін Оливияны көрсетуін сұрайды. Бұл өтініш ер адамды таңғалдырады. Біраз уақыттан кейін ФБР кеңсесінде Дженнис команданы іске қосады. Ол тұңғиықтан табылған Гиббонстың телефонынан қоңырау жазбаларын ала алды. Бұл қараусыз қалған зауыт. Қоңыраулардың бірі электр қуаты өшкеннен кейінгі алғашқы 30 секунд ішінде жасалды. Бұл белгісіз ер адамның сол сәтте есін жиған жалғыз адам емес екенін көрсетеді. Ол тіпті қоңырауды қадағалап, Гиббонстың стадионда бір адаммен сөйлесіп жатқанын, сол арқылы кадрларда пайда болғанын анықтады. Кейінірек Дмитрий өзінің қорқынышын мойындады. Шериф қайтыс болғаннан кейін оның да көзқарасы жоқ. Ол оған да солай болатынына сенімді болды. Дженнис оны Mosaic веб-сайтында жариялауға шақырады. Мүмкін, біреу оның аяндарында ол туралы бірдеңе көрген болуы мүмкін, және егер оның өлімінің мән-жайы анықталса, оның нәтижесін өзгерте алатын адам өлтірілуі мүмкін. Оның өзі сайтқа ультрадыбыстық зерттеу жүргізген дәрігерді қалай табуға болатыны туралы ақпаратты орналастырды. Дмитрий құлықсыз келісіп, өз ақпаратын интернетте қалдырады. Үйде Марк Оливиямен сөйлесіп, өз алаңдаушылығымен бөліседі. Жұмыста ол болашақты дәл өзі көргенде етіп жасау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Үйде ол керісінше тілейді. Бірақ ол әйеліне бәрін айтып бергені үшін риза. Бір-бірін алдамау керек деп есептейді. Сол кезде ол өзінің аянында мас болғанын есіне алды. Бірақ оған бұл туралы айтпауды тағы да шешті. Түннің бір уағында Марк қызының бөлмесіне кіреді. Ол оны сүйгенде, ол оянып, оған өзінің көзқарасы туралы айтады. Бұл өте ауыр болды және ол оның мағынасын түсінбейді. Олды Гиббонсты көріп, оның өзін өте нашар сезінетінін айтты. Оның сөздері Маркты есеңгіретіп тастады. Автотұрақта серуендеп келе жатып, Дмитрийге белгісіз бір әйел қоңырау шалды. Ол оған өзінің көзқарасы бойынша оның 2010 жылдың 15 наурызында қайтыс болатыны туралы құпия файлды көргенін айтады. Құжатта оны кім өлтіретіні айтылмаған, бірақ бұл кісі өлтіру болады деп мәлімдейді. Біреу оны кеудесіне 3 рет атып тастайды. Ол басқа ештеңе айта алмай, трубканы қоюға мәжбүр. Бірақ Дмитрий ақпарат жеткіліксіз деп санайды. Сондықтан ол дереу қайта қоңырау шалады. Бірақ бұл нөмірдің жоқ екендігі туралы автоматты хабарлама алады. Осы уақытта Германияда Мюнхен түрмесінде отырған Гейер есімді егде жастағы нацистік қылмыскер күзетшіге өзінің көзқарасы бойынша оны түрмеден шығаруға болатын ақпаратты көргенін айтады. Үйде Марк жұмысқа шығуға дайындалып жатыр. Оның әйелі күтушімен байланысуға тырысады, бірақ ол әлі де жауап бермейді. Марк қызын мектептен алып кетуге және онымен бірге уақыт өткізуге уәде беріп, оны тыныштандырады. Сол кезде есік қағылады. Аарон келді. Оливиядан сапардың шын себебін жасыру үшін Марк жұмыс телефоны істен шығып,
Аарон оны жөндеуге келді деп өтірік айтады. Кеңседе Аарон өзінің көңілі қалғанын білдіріп, егер ол отбасын бұзғысы келмесе, Маркты әйеліне адал болуға шақырады. Сөгіс тыңдағысы келмей, Марк әңгіме тақырыбын тез өзгертеді. Ол Ааронға Чарлидің Ди Гиббонсты өз көзқарасында көргенін айтады. Енді ол қыздың ересектер үшін қауіпті ойындарға қатысуы мүмкін деп қорқады. Аарон мұны түсінеді және оған отбасын қорғау үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға кеңес береді. Осы кезде Зои Дмитрийге хабарлама жібереді. Ол ақыры үйіне ұшақпен ұшады. Оның қасында отырған ер адам оның жұмысы туралы сұрайды және ол өзінің қылмыстық қорғаушы екенін түсіндіреді. Ол авиакомпанияның бас директоры екенін және клиенттерді ұшу қауіпсіздігіне сендіру үшін саяхаттап жүргенін айтады. Сабырлы болып көрінуге тырысқанымен, оның уайымы байқалады. Кеңсеге оралған Дмитрий әріптесінен белгісіз қоңырауды қадағалап, оған кім шұғыл қоңырау шалғанын анықтауды сұрайды. Сонымен бірге Марк және оның командасы басқа елдердің құжаттары мен есептерін қарап жатыр. Олардың арасында Германиядан келген мәлімдеме олардың назарын аударады. Бұрынғы нацист Рудольф Гейер қараңғылықтың неліктен жалғасып жатқанын білетінін айтады. Дәл 137 секунд. Марк бұл санның сол адамның суретімен бірге оның көзқарасында пайда болғанын бірден есіне алады. Әріптесі Гейердің аян арқылы атын көрген агент Марк Бенфордқа бәрін айтуға дайын екенін қосады. Кездесуден кейін Марк Германияға баруға рұқсат сұрайды. Бастық бұл уақытты босқа кетіру деп ойлайды. Бірақ Марк оны сендіре алды. Кейінірек Дмитрий Зоиды әуежайда бір шоқ гүлмен қарсы алады. Ол оған өзінің көзқарасы туралы айтқысы келеді, бірақ ол одан жалтарып, оны қонақ үйге апарады. Осы уақытта Аарон бұрынғы әйелі жұмыс істейтін барға барады. Ол оны өзінің көзқарасы бойынша қызын тірі көргеніне сендіруге тырысады. Барлығы болашақтың үзінділерін көргендіктен, оның әлі де тірі болуы мүмкін. Ол мәйітті эксгумациялап, діңік сынамасын жасағысы келеді. Бірақ оның бұрынғы әйелі бас тартады. Ол қалдықтарды көріп, жерлеу рәсіміне қатысып, қызының қайтыс болғанына сенімді болды. Ол Ааронның иллюзиямен өмір сүретінін және оны бардан итеріп жіберіп, рұқсаттарға қол қоюдан бас тартатынын айтады. Кейінірек Дмитрийдің қасында жатып, Зои ақыры өз көзқарасымен бөліседі. Ол Гавайидегі үйлену тойын жағажайда жалаңаяқ, ақ көйлек киіп көрді. Ол да сонда болды. Бұл сиқырлы күн болды. Абдырап қалған Дмитрийді солай көрдім деп өтірік айтып, күнін өзгертуді ұсынады. Бірақ Зои бас тартады. Оның көзқарасы 29 сәуірде болды. Сондықтан оның айтуынша, тағдыр бұл күнді таңдап қойған. Марк Мюнхендегі түрмеге келеді. Онда ол неміс агенттерімен, түрмеде отырған Рудольфпен және оның адвокатымен кездеседі. Қылмыскер мәміле жасауды ұсынады. Ол бостандыққа шығу, айыптарды алып тастау және қамауға алынғанға дейін және экстрадицияланғанға дейін өмір сүрген Америка құрама штаттарына оралу үшін білгенінің бәрін айтып береді. Кездесуден кейін Марк Дженниспен болған жағдайды талқылайды. Ол олардың бұл келісімге келіспеуі керек екеніне сенімді. Бұл тұтқын еш өкінбестен жаппай өлтіруші және оның құрбандары әділеттілікке лайық. Ол ақпараттың пайдасыз болуы мүмкін екенін ескертеді. Марк екіленіп тұр. Осы уақытта ФБР басшысы Ведек контексте көрсетілгендей бұрынғы әйелімен немесе жұбайымен кездесіп жүр. Ол оның көзқарасы туралы сұрайды. Бірақ ол жауап беруден жалтарып, оның орнына өз көзқарасымен бөліседі. Ол ұлының бөлмесінде бір баланың тұрғанын көрді. Олардың барлығы болашақтың үзінділері екенін айтады. Сондықтан ол алдағы айларда сәбидің анасы болатынына сенеді. Ойланып болған соң, Марк тұтқынға қайта оралады. Оның адвокаты ымыраға келуді ұсынады. Олар оны тексеру үшін ақпараттың бір бөлігін дереу ашады. Ал қалған ақпарат Рудольф босатылғаннан кейін беріледі. Агент келіседі. Рудольф Каббала деп аталатын мистикалық ұйымдағы еврейлер туралы айта бастайды. Ол бұл атауды еврей тіліне аударып, әр әріптің сандық мәндерін қоссаңыз, 137 саны болатынын түсіндіреді. Марк ашуланып, бұл бос сөз деп ойлайды. Ашуланған ол нацистке пайдалы ақпарат беруге тура 1 минут уақыт береді. Әйтпесе ол кетіп қалады. Рудольф өзінің көзқарасы бойынша Америка құрама штаттарына оралғанын айтады. Бұл оның тарихының екінші бөлігін шешуші етеді, және оларды оның барлық шарттарын қабылдауға мәжбүр етеді. Ол сондай ақ Америка әуежайында Джером Мерфи есімді шекарашымен кездесу туралы айтады. Адвокат
бұл ақпаратты тексеруді ұсынады. Неміс агенттері өлтірушіні жіберуден бас тартады. Осы кезде Марктың телефоны шырылдады. Жақсылық сұраған Арон екен. Ол дының сынағы үшін Трейсидің сүйектерін эксгумациялағысы келеді. Марк оның салдары туралы ескертіп, бұрынғы әйелінің рұқсатынсыз оны көндіруге тырысады. Бірақ Арон оны тірідей көргеніне сенімді және тәуекелге барады. Марк ақпаратты кеңсеге жібереді. Дмитрий барлық шекара агенттерінің тізімдерін тексереді. Бірақ Джером Мерфиді таппайды. Вадек кандидаттардың тізімдерін тексеруге кеңес береді. Мерфи әлі ресми түрде жұмысқа қабылданбаған болуы мүмкін. Тексеруден кейін агент оны тауып, үйіне барады. Онымен бетпе-бет кездескен Дмитрий Рудольфтың көзқарасын растайды. Джером да өзін шекарашы ретінде көрді. Бірақ ол кезде оған сенбеді. Ол өзінің көзқарасы бойынша неміспен сөйлесіп, тұтқынмен бірдей мәліметтерді айтты. Гейердің ақпаратының расталуын күтіп отырғанда, Марк пен Дженнис мейрамханада кешкі ас ішіп отыр. Дженнис мұндай кейіпкерлермен жұмыс істеуге мәжбүр болғанына ренжіді. Ол өтуге болмайтын шекаралар бар деп санайды. Бірақ Марк оған кейде стратегиялық мәмілелер жасайтынын еске салады. Ол Гейердің ақпараты өте құнды болады деп санайды. Сосын телефон қайта шырылдады. Вадек оларға шекарашыны тапқандарын және бәрі сәйкес келетінін хабарлайды. Ол Германия үкіметі мен фашистерді азат ету туралы келіссөздер жүргізу үшін мемлекеттік департаментке телефон соғады. Осы уақытта Дмитрий Аронға эксгумацияға рұқсат береді. Оларды көрсетіп жатқанда, агент оларды жұмысқа кірісіп жатқан жұмысшыларға таратады. Біраз уақыттан кейін Дмитрий олар анықтай алатын жалғыз нәрсе бұл қоңыраудың Нью-Йорк жағалауынан келгенін және оның 3 мұнараның қайсысынан берілгенін білу мүмкін емес екенін анықтады. Шамасы, қоңырау шалушы өзінің орналасқан жерін шебер жасырған. Ойланып болған соң, Дмитрий миллиондаған қоңыраулар болатынын біліп, 3 мұнарадан жазбалар сұрады. Германия үкіметінің рұқсатымен Марк Рудольфқа өзінің еркін адам екенін хабарлайды. Рудольф өзінің көзқарасының екінші бөлігін бірден айтады. Басқалар сияқты, ол есінен танып, өзінің азат етілгенін көрді. Содан кейін ол өз камерасында қайта оянды. Терезеден қараса, ауланың түкпір-түкпіріне шашылып жатқан өлі қарғаларды көрді. Жер оларға толы болды. Ол сондай ақ өшірудің неліктен тура 137 секундқа созылғанын білмейтінін мойындайды. Сонымен бірге ол агенттерге құстар туралы кітап береді. Ол мұның нені білдіретінін білмейді. Бірақ өз көзқарасында бұл деректердің тергеуге көмектесетінін көрді. Агенттер ашуланды. Олар алданып қалғанын түсінеді. Бірақ кері бұрылуға әлі кеш. Кейінірек Арон бұрынғы әйелімен бірге барға оралады. Ол оған оның дұрыс айтқанын айтады. Олардың қызы шынымен қайтыс болды. Дының сынағы мұны растады. Ол оған жалған үміт артып, оның артында әрекет еткені үшін кешірім сұрайды. Оның шын өкінгенін көріп, оны кешіреді және жұбатады. Осы уақытта ФБР қайтыс болған агенттерді жерлеуді ұйымдастырып жатыр. Вадек эмоционалды сөз сөйлейді. Сол кезде оның әйелі баланы өзінің көзқарасы бойынша таниды. Ол жақын арада ана болады. Жерлеу рәсімінен кейін барлық агенттер марқұмды еске алу үшін барға жиналады. Дмитрий Зоймен сөйлесіп, үйлену тойын 29 сәуірде өткізуге шешім қабылдады. Егер бұл біздің тағдырымыз болса, солай болсын, дейді ол. Кенет агенттердің бірінің пікірі мені ойға қалдырды. Марк бұрын соңды ешкім естімеген осындай кішігірім оқиғаларды есіне алады. Дженнисті өзімен бірге алып, кеңсеге оралып, одан өткен жылғы қарғалардың санын тексеруді сұрайды. Диаграммаларда ол электр қуатының үзілуі кезінде қарғалардың дүние жүзінде қырылып қалғанын көреді. Ол одан басқа жылдарды да осындай құлдыраумен зерттеуді сұрайды. Деректерді тексере отырып, Дженнис 1991 жылы Сомалиде осындай оқиғаны тапты. Қазан айында құстардың жаппай қырылуы, сондай-ақ адамдардың есінен танып қалуы болды. Марк оқиғаларды түсінуге және олардың алдын алуға асығып бара жатқанда, олар өткенді зерттеуді ойламағанын түсінеді. Сомалидің оңтүстігінде, Гангвар ауданында, кішкентай бала 1991 жылы жазықта ешкілердің шағын табын бағып жүрген. Кенет ол аспандағы қарғалар тобын байқады. Келесі сәтте олар жерге құлап өледі. Көрші төбеге көтерілгенде, ол төменде өлі құстарды, қою, оғаш түтін шығаратын әсерлі ғимараты бар ауылды көреді. Егер сізге қызықты фильм шолулары қажет болса, жаңа фильм шолуларын жіберіп алмау үшін лайк басып, бөлісіңіз және жазылыңыз.